Саламатсыздар ма? Бізге күзге поделка жасайын деп жатырмыз. Маған қамыстың басы керек. Сосын 5 бидайдың басы керек. Сосын гүлдің кеткен гүл керек. Сосын жапырақтар. Және А4 форматта қағаз керек. Мынандай рамка керек. Қазір соның бәрін құрастырып, күзге поделка жасаймыз. Мына ветканың барлығын әдемілеп құрастырамыз да, мына жеріне жіппен байлап тастаймыз. Мына рамкаге А4 қағаз түсу керек, былайынан қағаз түсу керек. Сол қағазды мынандай орта жағына жапырақтарды былай қойып аламыз. Сосын мына ветканы қоямыз. Міне. Сол кезде осындай күздің символы шығу керек. Осыларды жабыстырамыз қағазға. Қағазға жабыспаса, жіппен тігіп тастауға да болады. Мен жіппен тіккім келіп тұр мына жапырақтарды. Өйткені ПВА клей ұстамай қалуы мүмкін. Сосын мына жерінде тігіп жібересіз. Оның үстіне былай байтып жапырақ жабыстырамыз. Сол кезде мен көріп тұрғаныңыздай мынандай натюрморт шығу керек. Қазір дайын болғанда өзіңіз көресіз, әдемі шығады. Осылай қағазға тігіп аламыз. Мынандай екі қағазды былай айқастырып тігіп аламыз. Жақсы орнап тұру үшін тіккен жақсы. Сосын мынаны да тігіп аламыз. Ортасына қарай әдемілеп орнықтырып тігіп тастасаңыз болады. Енді мына жерлерге ПВА клеймен жапырақтар жабыстырамыз. Мынадай алдырып жабыстыра салдық. Енді мына рамкаға кигіземіз. Абайлап кигізіңіз. Мына жерде мыналарға бетіп сиғызып алу керексіз. Мен қазір қолым бос емес. Бірақ сиғызып алып, қатырып алғаныңыз жақсы рамкаге. Рамкадегі әдемі сурет болып шықты. Мына жерге кішкене гүл жабыстырғым келіп тұр. Мындай қылдырып қазір. Кабачкидің тұқымы әдемі гүл болып шығады.
осындай аппликация шықты.